Салам достар, сенімен бірге бұл мен бұл менің бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Бүгін біз өздеріңіз көріп тұрғандарындай угонщик болып жұмыс істейміз. Яғни ол дейтін осы бұл играшада бар автокөлік ұрлайтын боламыз. Сол қанша береді, соның бәрі қызық болатын болса, ендеше видеоны до конца қарап кетіңдер. Ал біз видеоны бастаймыз. Ол үшін қазір біз GPS дейміз, яғни сосын по работе и потом на жерде тұру керек. Угонщик транспортное средство. Так, ол да южныйда екен. Южныйға баратын боламыз, бірақ оған бармай тұрып, біз деген 24-7 деген, яғни магазинге баратын боламыз. Сол жерден бізге набор отмычек дейма, сондай бір бөле алу керек, ол керек обязательно. Онсыз біз машина ұрлай алмайды екенбіз, айту бойынша. Сондықтан қазір барамыз. Содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Магазинге келіп жеттік, және де мына жерде так бізге мына жерден мына жерде так 16-шы тұр екен. Купить набор отмычек дейді, яғни осыны аламыз, сосын өзімізге қосымша ремонтный набор алып алу керек. Все. Осыны алғаннан кейін біз енді южныйға қарай тартып, яғни сол жақтан жұмысымызды, заданиямызды алатын боламыз. Я. Міне, қазір қарап кетіңдер. GPS, по работе и потом угонщик транспортное средство. Яғни көлік ұрлау сон жақты. Короче, көлік ұрлаймыз, қызықты болады деген ойдамын, ендеше кеттік. Так, біз Южный қаласына жеттік и қазір ана сол жұмыс орнын іздейтін боламыз. Так, қазір картадан көріп алайық. Біз дейтін олай алыс екен. Осы жолмен айналып барсақ, или прямо бұрылатын, міне мынаумен бұрыламыз. Так, осылай. Главный южныйға жеттік. Светофорлары мұнан енді қай жағымен? Мына жағымен кетіп қойық. Кім осылай істейді? Лайк басып отырыңдар. Бағдаршын светофорға ешкім тоқтамайды деп ойлаймын. Барлық шетімен былз өте салады. Так, міне мынауды сөйтіп жүр. Так, ана жақта қызыл метканы көріп тұрмын, отметканы. Так, барамыз. Вот. Осыдан кейін, көріп тұрмын. Все, қазір қай жағына кіреміз. Так, осылайнан қой, осылай. Так, все. Келдік нақын. Енді іздеу керек. Менің ойымша ол осының ішінде мен өзім қарап зерттеген кезде мына жерде Артем дейді. Аты Артем екен. Ассаламу алейкум, Артем, мен сені жұмыс алайын деп келдім. 25 минут на карте отмечена большая красная зона. Окей. Красная зонаны іздейміз дәу дейді. Мына жақ. Вот это. Бірақ бізге 25 минут береді екен. Надеемся, этого хватит. Поторопитесь. Короче, сондай. И карджек жазуды ұмытпау керек. Карджек. Достар, короче, дейтін, міне, мына жерде шықты. Ваша задача взломать и пригнать на место события автомобиль Volvo 24-2 дейді. Іздейтін боламыз. Қазір оны көріп алайын мен қандай автомобиль екен, яғни автокөлік екен. Так, 24-2 Короче, дейтін, бұл Volvo секілді. Түрі соған... Вот, достар, сразу тауып алдым, походу. Короче, міне тауып алдым енді, карджек деп жазамыз. Все. Так, окей, қайда тұр? Басамыз. Қалай сонда? Не істеу керек маған? Енді. Так, Ой. Now. Ебой, ашып алдық. Ниссан, пока, короче. Все керек. Совместитель. Жабылмай ма не? Мұнан жабылмайтыны жаман екен, короче. Қазір тоқтаққа бір ұрла кетсе. Скорость не деген? Бірақ Volvo дейді, бір бәл екен. Волгаға ұқсайды, бірақ Volvo или Волга ма? Білмеймін, короче. Енді
кері қайтамыз жаңағы жерге и потом өткіземіз и қанша беретінін көреміз. Қызық болып отыр мен үшін бар ғой. Анау жақтан келдім и жолдар шоқалақ бір бәле. И потом Volvo деген сразу тауып алдық қой, ема өздерің көріңдер. Сразу бірінші попыткадан бардым, келе жаттым и тұрды. Все, кайф бар ғой. И маған аңғар тұрыңғандар. И андай российский көлік қой, ескі, анау замандағы, атам замандағы деп. Короче, көпті көрген адам ұқсап сөйлеп отырасың дейсің. Короче, сол. Қазір бұнан скоростын тексеріп тастаймыз. 130, шоқалақ мына жердің бәрі. 130, так, 140. Короче, 140, 130 сондай көлемінде жүреді екен. Сол. Мына жерді көзден көріп тұрғандай шоқалақ. Блин. Нормально. Скорость ақын болса қатты сынбайды. Мынандай шоқалақты көрдіңдер ме? Таза Қазақстандағы нелер ғой. Мынаны қарасаңдаршы. Бір жет кеп тұрмын өзім ойнайын. Қанша мен ойнап жүрсем де. Мені қараңдар, скорость, так, скоростын тексереміз. Мына жерде тегіс жолда. Жаңа мен өзім айда келе жатқанда 160-қа барды, нормально. Мен таңға қалдым өзім. Так, 140, 150. Айттым ғой 160-қа дейін барады деп. Примерно барып тұр. Ема Volvo айрам деп тұр ғой, примерно. Қызыл дискі дейсің ғой. Фух, міне достар, жеттім. 97% соқпай, қақпай алып келдім. Так, міне. Так, общермен кіреміз бе? Я все. Бағанаға жерге қайта оралдым Артемға. Қазір. Так, для того, чтобы сдать угонное транспортное средство и получить за него денежное вознаграждение, теперь необходимо подойти к капоту. Сонда Артемға барамыз ғой біз. Все. 8 секундым қалыпты, мен үлгердім. Ой. Мінекей Артемға барамыз. 9000 рубль. Кладескательден астабады екенбіз, бірақ егер де қызық үшін там жұмыс істеуге болады екен, бірақ кладескатель жақсы. Соны ұқтым. Ал енді достар, біздің кезекті видеомызда тәмамдап келеді. Ендеше өзен көріңдер, кладескатель дейтін, онда 15 мың, ең аз 15 мың, 19 мыңға дейін береді. Ал мынада 9 мың, 10 мың пағыту сондай. Салыстырдық, енді кладескатель көп табасын, ал мына угончик қызық екен. Машина ұрлап, машинаның атын бөліп, жаттап алып, там сондай. Енді сәттілік тілеймін осы жұмысқа. Ендеше амандықта жүздескенше келесі видеоларға дейін сау болыңыздар. Йоу.